Сәлематсыздар ма? Бүгін біз 6 сынып оқушылары үшін жақсы кітап жаны азығы тақырыбында қазақ сыныптарындағы қазақ тілі пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Алдарыңыздағы суреттен нені байқап тұрсыздар? Яғни кітап суреттері. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, яғни кітап баға жетпес асыл құндылық туралы. Сабақта меңгерілетін мақсаттарымыз: мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру, үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Кітап арабтың жазу сөзінен шыққан. Ол тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы болып табылады. Оқымасаң ой тоқырайды деген сөз кітап оқымағанның ойы таяз, санасы төмен, өмірі қараңғы болатынын дәлелдейді. Алғашқы кітаптар осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болған. Кітап оқу қажеттілігінің 7 түрлі себебі бар. Кітап оқу жадыны, ойлауды дамытады. Кітап оқу адамдармен қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Кітап оқу талдауға, сарапқа салуға үйретеді. Мектептегі және ересек өмірдегі табыстылықтың негізі болып саналады. Қоршаған ортаны, әлемді және өзін тануға көмектеседі. Қиялдау және шығармашылық қабілетін дамытады. Сөздік қорды байытады. Тапсырма орындауға кірісеміз. 157 беттегі бірінші тапсырмадағы мәтінді дескриптор бойынша орындаймыз. Оқимыз, негізгі қосымша ақпаратты табамыз, көтерілген мәселені анықтаймыз, нақтылау сұрақтарын құрастырамыз. Келесі кезекте жазылым тапсырмасы. Оқыған мәтінімізде негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп алып, жинақы мәтін жазамыз. Мысалға, осы сөйлемдерді іріктеп алып, жинақы мәтін жазуға болады. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы. Білімнің биік белестеріне жетелейтін де кітап. Кітап оқыған адамның ақыл ойы, білім парасаты, кітап оқымаған адамға қарағанда әлдеқайда жоғары болады екен. Мен бұл сөйлемдерді мысалға ғана алдым. Бірақ өздеріңіз оқыған мәтініңізден негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемдерді теріп алыңыздар. Жинақы мәтін жазыңыздар. Келесі тақырыбымыз біздің келесі сабақ мақсатына сай келеді. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Бұл келесі сабақ мақсатымыз болатын. Осыған байланысты бізде 4-ші тапсырма бар. Бұл, яғни дескрипторымыз үстеудің мағыналық түрлерін ажыратады, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолданады. Енді оқыған мәтініміздегі үстеулерді іздейміз. Яғни үстеудің түрлерін ажыратамыз, оның синонимдік қатарларын қолданып көреміз. Мысалға, бүгінде кітап оқу үшін бар жағдай жасалған. Бүгінде, бұл жерде мезгіл үстеу болып тұр. Бүгінде деген сөзді қазір деген сөзбен алмастыруымызға болады. Яғни мәтіннің ішінен үстеулерді іздеп, тауып, осылай орындап көреміз. Барлық тапсырманы орындап болсақ, кітап адамзат жасаған ең ұлы кереметтердің бірі. Осы керемет қазынаны қадірлеу біздің еншімізде. Кітап бар білімнің бастауы, болашаққа жол ашар киелі қазына. Кітапты оқи отырып, жақсы қасиеттерді үйреніп, жамандықтан жиреніп, білімді де саналы, тәрбиелі оқушы болуға тырысуымыз керек. Кітап біздің айнымас, сенімді серігіміз. Олай болса, біз кітап туралы мақал мәтелдер айтып көрейік. Мендегі кітап туралы мақал мәтелдер мынадай. Кітап алтын қазына, кітап ғалым, тілсіз мұғалім, күш білімде, білім кітапта. Наданмен қас болғанша, кітаппен дос бол. Ал сендердің мақал мәтелдерің қандай екен? Соны көрейік. Біз кітап туралы мақал мәтел айтып жатырмыз, кітап туралы әңгімелеп жатырмыз. Бірақ сол кітап қалай басылып шығады екен? Соны тамашалап көрейікші. Дайынбыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздер құбылыстардың мән жайын түсіндіретін үдеріс бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бүгінгі біздің бейне камераларымыз кітап шығару үдерісіне бағытталады.
Кітап жасалатын негізгі орын теру цехы. Бұл жерде баспаға дейін үдерістер жүріп жатыр. Қызметшілер болашақ кітаптардың мәтіндерін теруге қабылдап алады. Қолжазба мәтіндер компьютерге теріліп, тексеріліп түзетіледі. Осыдан кейін құжат электронды пішімде беттеледі. Арнайы графикалық бағдарламамен ол виртуалды беттерге орналастырылып, иллюстрациялар мен бет нөмірлерін қысқартылады. Кітап беттелгеннен кейін монтаждау жұмысы, яғни кітап беттерін қажетті ретімен қою жүргізіледі. Әрмен қарай CTP, Culture to Play технологиясы жұмыс істейтін машиналарда беттелген кітап парақтары бетінде фотосезімтал қабаты бар қалып пластиналарға түсіріледі. Бұл үдеріс екі кезеңнен өтеді. Алдымен беттердің орналасу қалпы түсіріліп, осыдан кейін фотосезімтал пластина айқындалады. Айқындаудан кейін пластинаның бетінде болашақ кітаптың беттері көрінеді. Айқындалған қалыптарда кескішпен баспа машинасына орнату үшін қажетті саңылаулар тесіледі. Егер кітаптың түрлі түсті иллюстрациялар бар болса, суретте қолданылатын түстердің саны бойынша 1-4 қалып жасалады. Кейіннен баспа цехында қағаз бетіне суреттің бөліктері кезек-кезегімен түсіріліп, нәтижесінде бүтін түрлі түсті бет басылып шығады. Ал қағаз дайындау цехында осы кезеңде кітапқа қажетті материал дайындалып жатыр. Қажетті қағаз мөлшері бумадан тарқатылып, болашақ кітаптың пішіміне сәйкес парақтарға бөлініп кесіледі, және кесілген күйі тындырылып жатқызылады. Дайындау цехынан шыққан қағаз парақтар баспа цехына беріледі. Баспа жұмысына кіріспестен бұрын барлық қағаздар белгіленген өлшемдерге дейін 4 жағынан тегістеліп қырқылады. Дайын болған кезде қағаз баспа машинасына салынады. Қалып баспа машинасының барабандарының біріне орнатылып бекітіледі. Баспа цехында түрлі түсті беттерді басып шығаратын машиналар бар. Олардың 4 түсті станциялары болады. Ал егер монохромды сурет басып шығару қажет болса, 2 бояулы баспа машиналар қолданылады. Әрбір станцияға белгілі бір түсті бояу құйылады. Баспа жұмысын бастамастан бұрын түсті реттеп баптау қажет. Баптау әрекеттерінен кейін ғана баспа жұмысы басталады. Сурет барабанға бекітілген қалыптан алдымен офсеттік барабанның резеңке қабатына, содан кейін қағаз бетіне түсіріледі. Осы үдеріс кезеңінде цех шеңбері жүйелі түрде басылып шығарылған парақтардың санын тексеріп отырады. Сонымен бірге түстердің технологиялық карталарға сәйкестігін және бүкіл белгілердің орнында болуын тексеру маңызды. Басылып шыққан дайын парақтар кесіледі де, беттердің орналасу реті сақтала отырып, бүктеуге жіберіледі. Бүктеуден кейін бейберекет тәртіпсіз орналастырылған беттері бар мынандай үлкен қағаз парағы бүктелген кітапшаға айналып шыға келеді. Типографияда ол дәптер деп аталады. Бүктеу аяқталған кезде дәптерлер түптеу цехына жіберіледі. Бұл цехта парақтарды іріктеу машинасында беттері рет-ретімен тұру үшін оларды қажетті тәртіпмен жинайды. Типографияда бір дегенде 24 дәптерге дейін жинап үлгеретін парақтарды іріктеу машинасы жұмыс істейді. Операторлар дәптерлердің бумаларын беттерінің нөміріне сәйкес жинап қояды. Ал машина оларды әрбір станциядан бір-бірден алып, біріктіреді. Ал станоктан соңында болашақ кітап блоктары түріндегі әзірлемелер шығады. Кітапты брошюра түріндегі жұмсақ мұқабада шығару үшін іріктеліп алынғаннан кейін арнайы машинада әрбір дәптердің бүгілген жері қырқылып, мұқабасымен бірге терможеліммен желімделеді, немесе қабаттастырылып жиналып, артынан сыммен біріктіріледі. Міне бұл дайын кітап, беттерін парақтап көруге де болады. Бұл әлі типографияда жасалған әрекеттердің бәрі емес, қатты мұқабасымен шығарылатын кітаптар да бар ғой. Қазір сіздермен бірге болашақ кітаптарға арналған қатты мұқабалар жасайтын цехқа кіріп көрейік.
Қатты мұқабалы кітаптар шығару үшін алдымен қақпақ деп аталатын беттер әзірлеу қажет. Қақпақ әзірлеу үшін жиектері баспа пішімі арқылы анықталатын жақтаулар және түптік картон жолағы және басылып шығарылған қағаз мұқаба түріндегі картонды әзірлемелер немесе бумвинил деп аталатын түптеу материалы қажет. Қағаз мұқаба ламинатталады. Мұқаба беттері арнайы машинаға салынады. Машина оларға желім жағып, желімнің үстіне картон жақтаулары мен түптік картондар жабыстырады. Егер мұқаба дизайнда бедерлі суреттер бар болса, желімделген қақпақ пресстің астына қойылады. Пресстің көмегімен бедерлеу үшін қақпақтың бетіне қысымның және температураның әсерімен жұқалтыр жабыстырылады. Әрмен қарай дайын қақпақтар түптеу цехына жіберіледі. Ал түптеу цехында осы кезде жиналған кітап блоктары жіппен тігетін машиналар арқылы біріктіріліп тігіледі. Ал осыдан кейін әзірлемелер конвейерге өтеді. Оның үстінде кітап блогы өңделеді. Бұл мәре алдындағы жол. Бірнеше минуттан кейін жап-жаңа кітаптарды көре аламыз. Блокты өңдеу 3 операцияны қамтиды. Бірінші кезекте блок қысылады. Содан кейін кітаптың түгілген түптері желімделетін конвейер аймағына келіп жетеді. Желімдеу аймағында бір ұшы желім құйылған ыдысы батырылған бал орнатылған. Бал айналған кезде оған жағылған желім қабаты үнемі жаңарып отырады. Айналып тұратын бал кітап түбіне тиген кезде оған желімді жағады. Желімделгеннен кейін блоктар кептіру аймағына өтеді. Мұнда инфрақызыл сәуленің көмегімен Цельсий бойынша 50-70 градус температурада түбіндегі желім кебеді. Кептіруден кейін кесу әрекеті орындалады. Конвейерге орнатылған пышақтар бүктемелерінен айыру үшін блокты үш жағынан кеседі. Түптеу цехындағы соңғы нүктеде блок түпке кигізіледі. Кітапты түптегіш машинаға өңдеуден өткен кітап блоктары мен дайын қақпақтар салынады. Бұл жерде кітап блогының түбінде дәке, ал жиектеріне мата лента қаптал желімделеді. Блокқа екі жағынан желім жағылып, оған кітаптың мұқабасы қақпақ кигізіледі. Машинадан кітаптар дайын күйінде шығады. Тексеруден кейін оларды тек дүкен сөрелеріне немесе кітапханаларға үлестіруге болады. Осымен үдеріс аяқталды. Менің қолымда міне дайын жап жаңа кітаптар. Су жаңа кітаптың өзіндік иесін айтсаңызшы. Қазір оның типографиялық бояулар мен желімнің иесі екенін біле тұра, ғажайып сиқырлы әсерін сезініп тұрғандаймын. Қолыңа осындай кітапты ұстап тұрып, оның мазмұнынан алатын жаңа әсерлердің сені асыға күтетінін түсінесің. Сіздер құбылыстардың мән-жайын түсіндіретін үдеріс бағдарламасын тамашаладыңыздар. Біз сабағымның соңын Абай атамыздың артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген сөзімен аяқтағым келіп отыр. Сабақ кітапты көп оқиық.